Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті бауырлар, құрметті отандастар, баршаңызды қасиетті Рамазан айыменен құттықтаймын. Алла Тағала осы айда жасаған барлық шараларымыз, Алла ізгі амалдарымыз, Алла сауаптардан болсын. Осы Рамазан айы біздің күнтізбемізбенен 24 сәуірге тура келіп тұр. Яғни бірінші Рамазан ол 24 сәуір күні басталады. Бүгінгі жарияланған төтенше жағдайға байланысты, осы енгізілген карантинге байланысты, біз осы Рамазан айында да құлшылықтарымызға шектеу жасауға мәжбүр болып отырмыз. Яғни мынау мешіттердегі бұрын оқылып жатқан жамағаты намаздары ол уақытша тоқтатылғандығы себебінен тарауық намазына да біз келіп мешітте оқи алмайтын, сондай бір уақытша оқи алмайтын болып отырмыз. Яғни әр мұсылман өзінің жанұясында, өзінің шаңырағының астында ораза тұтып, сол өзінің үйінде тарауық намазын оқуға біз кеңес береміз. Себебі одан ешқандай сауап кемімейді. Иншалла қабыл болсын. Ауыз бекіту таңертеңгі сағат таң намазының кештедегі таң намазының уақытынан 10 минут бұрын тоқтату керек. Мысалы бүгінгі таң намазы таңғы сағат 4-тен 31 минут кеткенде, яғни 4-тен 20 минут кеткен кезде мысалы тоқтату керек. Ол енді осы ораза басталғанша немесе ораза бойы ол қысқарыла береді. Яғни 4 сағат 4-ке қарай кемей береді. Күнде 2 минут қосылады. Кешкі жақын ақшам намазының, шам намазының уақыт кірген кезде ауыз ашуға болады. Енді осы жылы оғанда шектеу қойылып отыр. Біз өзіміз кімде-кім, қандай бір бауырымыз егер ықыласты болса, ауыз аштыруға сондай үлкен ниеті болса, онда көп балалы аналардың, мұқтаж жанұялардың үйлеріне ауыз аштыруға азық-түлік ретінде немесе қаржылай сол ауыз аштырудың рәсімін жасауға болады, иншалла. Одан сауап иншалла артық болады. Биылғы әрбір жанға берілетін пітір садақаның құны 370 теңге болып бекітілді. Бұны бауырларымыз қайдан алынған бұл мөлшер деп егерде сұрақ қоятын болса, бұл Қазақстан бойынша барлық жерлердегі, өңірлердегі оның бағасыменен алды. Яғни орташа есеппен алғанда 1 килограмм сапалы ұнның бағасы 185 теңге мөлшерін құрады. Сол 185 теңгені 2 килограмм шариғаттың үкіміменен 2 килограммға көбейтіп, соның 370 теңге құнын шығарды. Енді бір айтып кететін жағдай, ол фидия садақасы. Ораза тұтуға күш қуаты келмейтін жандар, созылмалы ауруларға ұшыраған бауырларымыз, ол фидия менен осы оразаның фарызынан құтылатынын баршамыз білеміз. Биылғы фидияның бағасы 1700 теңге бір күнге. Оны қайдан алдық? Яғни бүкіл Қазақстанның өңірлері бойынша бір тамақтану, яғни бір тойып тамақ ішу ең төменгі бағамен алған 850 теңге болды. 850 теңгені күніне таңертең кешке 2 рет тамақтандыру керек болғандықтан ол 2-ге көбейтіліп 1700 теңге болды. Яғни 30 күнге егер шаққан кезде ол 30 күнгі фидияның құны ораза ұстамаған жанға 51 мың теңге мөлшерін құрайды. Мынау әрбір облысқа мешіттің есеп-шоты, әрбір облыстың мешіттегі есеп-шоттары сол орталыққа діни басқармаға беріліп, Каспий Голд карточкасы арқылы
төлеуге болатындай қылып сондай бір үлкен шара жүргізіліп жатыр. Яғни Каспий Голдтың ішіндегі платежи төлемдер деген жаңағы бөліміне кіріп, оның ішінде жаңағы Қазақстан мұсылман діни басқармасының тетігін басып, оның ішіндегі жаңағы мысалы Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Атырау деген сияқты қаланы басып, сол қаланың сол басқан кезде, Қарағанды шыққан кезде бітір садақа деген өзін сол бөлімі тұрады. Сол бөлімге бітір садақасын салуына иншалла мүмкіншілік жасалып жатыр.